Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге беляшидің рецептісін ұсынамын. Бұл рецепт қолжетімді ингредиенттерден құралған, сондықтан жасап көруге кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен сүтімізді құямыз, үстіне ашытқы, қант және тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң ұн салып отырып, жұмсақ қамыр елейміз. Осылай қамырымызды елеп алған соң, үстіне 2-3 ас қасық сұйық май құямыз. Және де тағы да елеп 1 сағатқа дейін қалдырып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Ары қарай салмасын дайындап аламыз. Салмасына қажетті ингредиенттер тартылған ет және ұсақтап туралған жуа. Етімізге тұзымызды, бұрышымызды алдын ала салып алдым. Сондықтан енді осы жуамызды етімізге араластырып, жақсылап екеуін араластырамыз. Жуаны блендермен ұсақтап алсаңыздар да болады. Қалаларыңызға қарай осылай уақыт турауға да болады. Мінекей, қамырымыз жақсылап көтерілді. Енді беляшилеріміздің формасын шығарып аламыз. Қамырымыз қолымызға жабыспас үшін сұйық маймен майлап аламыздар. Ол үшін ең алдымен осылай қамырымызды толықтай жайып аламыз. Және дөңгелектік форма шығармамыз. Осылай дөңгелектік формамызды шығарып аламыз және ішіне салмасын салып отырып, беляшилерімізді жасаймыз. Мінекей беляшилеріміз дайын болды. Осылай дөңгелектер жасап аласыздар. Және осын жасап жатырған кезде майыңызды қыздырып қоясыз. Қазір енді 2 жағын бірдей қуырып. Және аударып алған соң майды осылай қақпақпен ішіне көшіп тұрасыздар. Мінекей беляшилеріміз осылай қызарып, әрі жұмсақ болып түсті. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және рецепті ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!